Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Назарбаев зияткерлік мектебінің биология пәні мұғалімі Карамурзина Шолпан Ондасыновна. Геннен белгілерге дейінгі ұзақ жол. Сызбада берілген осы ұзақ жол қалай жүзеге асатындығын бүгінгі тақырып арқылы ашатын боламыз. Олай болса, тақырыпты жаза қойыңыздар. Ген туралы түсінік, прокариоттық және эукариоттық гендердің құрылымы. Жаздық па балалар? Жақсы. Тақырыпқа кіріспес бұрын сызбаға назар аударуларыңызды сұраймын. Сызбада ДНК-да нәруыз, яғни нәруыз молекулалары немесе амин қышқылдары қалай түзіледі? Осы сұрақ төңірегінде ойланып көрелікші. Қалай жүзеге асатындығы есімізге түсті ме? Проблемалық сұрақ: ДНК-дан нәруыз молекуласы немесе амин қышқылдары екі процесс арқылы жүзеге асыратын. Бірінші, транскрипция. Балалар, транскрипцияға қажетті жағдайлар қандай? Атап өтіңіздерші. Дұрыс айтасыздар. Бірінші, ДНК тізбегі, матрица. Екінші, бос нуклеотидтер, фермент РНК полимераза. Транскрипция процесі қай жерде жүреді? Өте жақсы, ядрода жүреді екен. Транскрипция нәтижесінде не түзіледі? Ақпаратты РНК. Ал трансляцияға қажетті жағдайлар естеріңізде ме? Өте жақсы. Қажетті жағдайлар ақпаратты РНК, амины қышқылдар, үшіншіден ферменттер, төртінші АТФ, бесінші ТРНК. Ал трансляция процесі қай жерде жүретін еді? Цитоплазмадағы рибосомада. Өте жақсы. Ал бұл трансляция процесі нәтижесінде не түзілетін еді? Нәруыз молекуласы. Дұрыс айтасыздар, балалар. ДНК-да жазылған, яғни кодталған тұқым қуалау туралы генетикалық ақпарат рибонуклеин қышқылы молекуласына беріледі де ақуыз биосинтезі, трансляция нәтижесінде ақуыз молекулалары құрылымынан көрініс табады. Генетикалық ақпараттың дезоксирибонуклеин қышқылынан рибонуклеин қышқылы арқылы полипептидтер мен ақуыздарға тасымалдануы экспрессия немесе гендердің көрінуі деп аталады. Осыған дейін сіздер ген туралы ақпаратпен таныс болдыңыздар. Бүгінгі сабақ мақсатына орай ген туралы ақпараттың түсінігін тағы да жетік меңгеретін боламыз. Екіншіден, прокариот гендердің құрылысы мен жұмысының реттелуін түсінесіздер. Үшіншіден, эукариот гендердің құрылысы мен жұмысының реттелуін түсіне аласыздар. Сонымен бірге, прокариот және эукариот гендердің құрылысындағы айырмашылықты салыстыра алу қажетсіздер. Мақсат түсінікті ме, балалар? Өте жақсы. Біз бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын бейнебаянға назар аударайық. ДНК дегеніміз не екен? Соны біліп өтейік. ДНК-ның қызметі ақуыздарды түзетін генетикалық кодты тасымалдау. ДНК жүргізетін осы бір күрделі атқарым дүниедегі әр түрі жасушаның негізі болып табылады. Ақуыздар әр биологиялық үдерісте дерлік негіз болатын атқарушы молекулалар. Біздің денемізде олардың миллиондаған түрлері бар. Гормондардан бастап, ферменттер мен шашымыздағы кератинге дейін.
Олар үлкен, құрылысы күрделі амин қышқылдары деп аталатын кішкентай құрамдас бөліктерден тұрады. Біздің ДНК тек қана 20 амин қышқылын белгілейді, бірақ олар өте көп әртүрлілікке ие болатындай топтастырыла алады. ДНК амин қышқылдардың орналасуын бақылайтын маңызды нұсқаулар жиынтығынан тұрады. ДНК жіпшесінің әрбір үш негізі белгілі бір амин қышқылға сәйкес код тудырады. Сонымен, ұзындығы 100 амин қышқылы бар ақуыз, ұзындығы 300 ДНК негізі болатын тізбекпен кодталған. ДНК-ның осындай белгілі бір ақуызды кодтайтын бөлігі ген деп аталады. Адам ағзасында арнайы ақуызды кодтайтын 30 мыңға жуық әртүрлі гендер бар. Жасуша арнайы ақуыздың түзілуін қажет еткен сайын, нұсқаулар ДНК жіпшесі бөлігінен көшіріліп, РНК деп аталатын жаңа бір жіпшелі молекулаға көшіріледі. РНК бұл нұсқауды жасуша ядросынан алып, рибосома деп аталатын арнайы құрылымдарға тасымалдайды. Бұлар жасуша ақуызының фабрикалары. Рибосома РНК жіпшесінің бойында жұмыс істейтіндіктен нұсқауларды оқиды. Бұл нұсқаулар арнайы ақуыз жасау үшін қандай амин қышқылдар қажет, және олардың қандай тәртіпте бірігуі керектігі жайлы ақпарат береді. Жасуша тірі қалу үшін минутына 1000 рет ақуыздар өндіреді. Және біздің жасушаларымыз өндіретін барлық ақуыздардың нақты сипатын біз иеленген ДНК-мыз анықтайды. ДНК бізді осылайша бірегей етеді. Жақсы балалар, ДНК дегеніміз сонымен не болды? Жақсы. ДНК молекуласы геннің химиялық негізі екен. Ген тұқым қуалаудың қандайда бір элементар белгісін қалыптастыруға жауапты материалдық бірлік болып саналады. Ал геном дегеніміз хромосомалардың гаплоидты, яғни сыңар жиынтығында шоғырланған гендердің бірлестігі болып саналады. Енді жаңа тақырыбымызға көшпес бұрын жұмысымызды жалғастыру мақсатында сіздер топқа бөлінуге ұсыныс беремін. Бұл кездейсоқ топқа бөліну деп аталады. Бір-біріміздің көзіміздің қарашығына назар аударайық. Аудардық па назар? Жақсы. Қара көзді оқушылар бір топқа, көк көзді оқушылар екінші топқа, ал қара қоңыр көзді оқушылар үшінші топқа бөліне қойыңыздар. Сонымен балалар, біздерде неше топ пайда болды? Өте жақсы. 3 топ пайда болып, әр қайсымыз топқа отыра қойыңыздар. Сіздерге топ құрамына мәтін ұсынылады. Сонымен бірге терминдер анықтамаларымен бірге берілген. Мұқият таныс болуларыңыз сұралады. Геннің жіктелуі құрылымдық, қызметтік. Құрылымдық генге нәруыз ферменттер, гистондар, РНК-дағы нуклеотидтердің тізбектелуі кіреді. Ал гендердің қызметтік түріне ген модулятор, ингибитор, интенсификатор, интегратор және модификатор кіреді. Сонымен бірге геннің тағы қызметтік түріне ген регулятор, яғни құрылымдық геннің жұмысын реттеуші ген кіреді, және ген оператор қатысады. Құрылымдық ген деп отырғанымыз бұл геннің ең белсенді бөлігі. Адамда 30 мыңға жуық құрылымдық ген бар. Бұл ген өз кезегінде нәруыз ферменттер мен
гистон, рибонуклеин түрлерінің нуклеотидтік тізбектері туралы ақпарат тасиды. Ал геннің қызметтік түрі бұлардың арасында ерекшеленетін ген модулятор. Ол құрылымдық геннің жұмысын жылдамдатады және тежейді. Сонымен бірге арнайы қызметі бар гендер кездеседі. Олардың ағзаның фенотипін анықтайды. Оның ішінде иммуноглобулиндер кіреді. Барлық сомалық жасушаларда генотип бірдей. Дегенмен, бір ағзаның ұлпалары мен жасушалары бір-бірінен өте қатты ерекшеленеді. Мысалы, жүйке жасушалары, бұлшықет, эпителий, дәнекер ұлпалары. Бұдан шығатын қорытынды әртүрлі жасушаларда түрлі ген блоктарының жұмыс жасайтындығына көз жеткізуге болады. Топ жұмысының барысында сіздерге терминдер ұсынған болатынмын. Тағы да сол терминдерге көбірек назар аударсаңыздар. Терминдер экспрессия ген, геннің іс-әрекетінің пайда болуы, оның активтігі транскрипция және трансляция арқылы жүреді. Аперон геномның бөлігі. Ондағы мәлімет ақпаратты РНК1 молекуласына репрессор белоктың бақылауымен көшіріледі. Аперон реттеуі транскрипция деңгейіндегі реттеу. Прокариоттар және бактериофагтар гендерінің белсенділігін реттеудегі ең негізгі механизм болып саналады. Аперон бір-бірімен тығыз байланысқан бірнеше құрылымдық гендерден және өзін реттеуші құрамдар промотор, инициатор, геноператор және терминатордан тұрады. Құрылымдық гендер бір метаболиттің биосинтез сатыларына қатысатын белоктардың коды болып саналады. Аперонды реттеуші құрамдар аперон алдында промотор РНК-ның полимеразаның бекітілген жері, инициатор транскрипцияның бастапқы бөлігі және оператор белок супрессордың байланысатын бөлігі. Аперон соңында терминатор транскрипцияның тоқтайтын бөлігі орналасады. Транскрипция бірлігін атқаратын қызметі бір-біріне байланысты ферменттер синтезін анықтайтын гендер тобы аперон деп аталады. Ген регулятордың өз промоторы бар және құрылымдық геннен қашықтықта орналасқан. Сондықтан аперон құрамына кірмейді. Ген регулятор ерекше нәруыз тежегішті, яғни репрессорды түзуге қатысады. Оның қызметі құрылымдық геннің күйін бақылап отыру. Оператор ДНК бөлігі. Ол аперонның құрылымдық бөлігіне жалғасады және оның басқару қызметін атқарады. Ал промотор ДНК бөлігі оператормен тікелей жалғасады және қайтадан жабыса байланыса алады. РНК полимераза ферменті аперонның бастапқы бөлігін, яғни промоторды таниды. Онымен байланысып, ДНК молекуласының қос тізбегін ширата алады. Прокариоттық гендер экспрессиясының реттелуі прокариотты клеткада қарапайым болып келеді. Прокариоттық клетканы анықтайтын бір ерекшелік олардың хромосомасы мен цитоплазмасының арасында тікелей қатынастың немесе контактының болмауы. Прокариоттағы гендер экспрессиясының реттелуі белоктың құрылымы және информация құрылымдық гендерде жазылған. Балалар, осы берілген ақпараттар бойынша толық танысып алыңыздар. Сонымен бірге, қазір сіздерге прокариоттағы геннің құрылымы туралы бейнебаянды назарға ұсынамыз. Прокариот геннің құрылымына қатысты барлық ақпараттарды дәптерлеріңізге жазып отыруларыңыз сұралады. Алдымен прокариоттағы гендер экспрессиясының аперон жұмыс жасамайтын жағдайын қарастырайық.
Бұл процеске аперон қызметін басқаратын ген регулятор, РНК полимеразы ферменті бекінетін промотор, транскрипция процесі басталатын аймақ инициатор, құрылымдық гендердің көшірілуін қамтамасыз ететін ген оператор, гендер экспрессиясы нәтижесінде түзілуі қажет ферменттер жайлы ақпарат сақталатын құрылымдық гендер, және тізбекті аяқтайтын терминатор бөліктері қатысады. Прокариоттардағы промотордан терминаторға дейінгі бөлікті аперон деп атайды. Аперонның құрамына ген регулятор кірмейді. Гендер экспрессиясы процесі ген регулятордан транскрипция арқылы алдымен ақпараттық РНК, кейін трансляция процесі нәтижесінде белок репрессордың түзілуінен басталады. Прокариоттық ағза өсірілетін ортада индуктор болмаған жағдайда белок репрессор ген оператормен бірігіп, құрылымдық гендердегі транскрипцияланың жүруіне кедергі жасайды. Осы жағдайда процесс жүзеге аспай аперон жұмыс жасамайды. Аперон жұмыс жасайтын жағдай жүзеге асу үшін прокариоттық ағза өсірілетін ортада индуктор болу қажет. Бұл кезде де процесс ген регулятордан РНК тізбегінің түзілуінен, сосын белок репрессордың синтезделуінен басталады. Алайда бұл жағдайда белок репрессор ген оператормен емес, индуктормен байланысады. Индуктор түзілуі қажет ферменттер ыдырататын күрделі заттар. Лактоза мысалында алар болсақ, лактоза белок репрессормен байланысып, ген оператор бос қалады. Демек, құрылымдық гендердің транскрипциялануына еш нәрсе кедергі жасамайды. Аперон жұмыс жасап, РНК полимеразы көмегімен ақпараттық РНК түзіледі де, олардан лактаза ферменттері синтезделеді. Лактаза ферменттері барлық лактозаларды ыдыратқан соң, белок репрессор босап, ген оператормен қайта байланысады да процесс аяқталады. Прокариотты гендердің экспрессиясының аперон белсенді емес жағдайы көрсетіліп тұр балалар. Осыны естеріңізде сақтаңыздар. Прокариотты гендердің экспрессиясының аперон белсенді жағдайы көрсетілген. Естеріңізде сақтап отырыңыздар, бұл өте қажетті. Біз сабақ барысында топқа жіктелген болатынбыз. Топтық жұмыстың ережелерімен таныстырғым келеді. Бірінші, бәріміз біріміз үшін білімді ұрпақ болашақ кепілі, топтағы жауапкершілік және уақытыңды үнемдей біл. Осы ережелерді пайдалана отырып, 3 топ жұмыс жасаймыз. Сіздерге сызба берілген 1-ден 6-ға дейінгі сандар нені білдіреді? Сипаттама беріңіздер. Уақыттарыңыз кетті. Жақсы балалар, топ тапсырмаларымен алмастырамыз. Өзара тексереміз. Сызба жауабы төменде көрсетілгендей, бірінші ген регулятор, не реттегіш ген, екінші промотор, үшінші инициатор, төртінші ген оператор, бесінші құрылымдық ген, алтыншы терминатор. Соған сәйкесінше ген регулятордың қандай қызмет айтылатындығы көрсетілген. Құрылымдық геннің күйін бақылайды. Аперон алдында промотор транскрипцияның промотор орналасады. Инициатор транскрипцияның бастапқы бөлігі. Оператор белок репрессордың байланысатын бөлігі болып саналады. Құрылымдық гендер бір метаболиттің биосинтез сатыларына қатысатын белоктардың коды болып табылады. Аперон соңында, яғни транскрипцияның тоқтайтын бөлігі терминатор. Топ жұмысын бағалап жіберейік, өте жақсы. Келесі топта орындалатын тапсырма аперон құрылымын білесің бе деп аталады. Терминдерді пайдалана отырып, тақтада аперон құрылымын ретімен сызба түрінде қойып шығыңыздар.
Сіздердің алдарыңызда терминдер берілген: инициатор, промотор, терминатор, оператор, құрылымдық гендер. Уақыттарыңыз кетті. Орындап болсақ, бір-бірімізді тексерейік. Аперон құрылымының реттілігі төменде берілген: промотор, инициатор, ген оператор, құрылымдық гендер, терминатор. Егер топ жұмысында осындай жауаптар болатын болса, сіздер бір-біріңізді бағалауға болады. Өте жақсы. Келесі тапсырма: прокариот генінің құрылым сызбасын алдарыңыздағы терминдерді пайдалана отырып құрастырып көрсеңіздер. Сіздердің алдарыңызда құрастырмалы кубиктер берілген. Онда ген реттегіш, промотор, ген оператор, құрылымдық ген, нәруыз репрессор, РНК полимераза, инициатор, терминатор, аперон және ақпаратты РНК терминдері берілген. Осыны пайдалана отырып, прокариот генінің құрылым сызбасын толықтай түсіндіреміз. Уақытымыз кетті. Орындап болсақ, топ жұмысын бір-бірімізбен алмастырайық. Бұл прокариот генінің құрылым сызбасы ген регулятор, промотор, оператор, құрылымдық ген, терминатор болу керек. РНК полимераза ферменті аперондағы ДНК-ның екі еселенуін үзуге қатысады. Прокариоттағы геннің экспрессиялық реттелуі аперон деңгейінде қарастырылады. Егер топ мүшелері осы сұраққа дәл осылай жауап беретін болса, сіздер жеңіске жеттіңіздер. Өте жақсы балалар. Бүгін өте жақсы жұмыс жасадыңыздар. Енді аз ғана тарихқа үңілейік. Прокариоттағы транскрипцияның реттелу сызбасын лактаза апероны мысалында 1961 жылы Жакоб және Моно ұсынған екен. Бұл сіздердің қаперлеріңізде жүрсін. Осыған дейін балалар бізде прокариоттық гендердің реттелуін қарастырдық. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Эукариоттағы реттелу не үшін қажет? Жақсы, өте жақсы балалар. Адам ағзасында құрылымы мен қызметі жағынан әртүрлі 200-ден астам жасушалар бар. Жалпы жасушалар саны 100 триллион, немесе 10-ның 14 дәрежесі екен. Жасушаның түрлері сызбада кестеде көрсетілді және олардың өмір сүру ұзақтықтары да әртүрлі. Язонофилдер, базофил, гранулоциттер, нейтрофилдер 10 сағаттан 3 күнге дейін ғана өмір сүреді. Асқанзаның сілемейлі қабықшасы 2 күнге дейін өмір сүреді. Сперматозоидтар 2 немесе 3 күнге дейін өмір сүреді. Тоғышек жасушалары 3 не 4 күнге дейін өмір сүреді екен. Ал тромбоциттер 10 күн ғана өмір сүреді. Терінің эпидерма жасушалары 2 не 4 күн өмір сүреді. Сонда эукариоттарға реттелу қажет пе? Дұрыс айтасыздар, әрине қажет. Адам ағзасында 26383 геннің негізгі қызметтері көрсетілген. Соның ішінде 10,4-і ферменттер ролін, 12,2% хабар беруші қызмет, 41,8-13,5% арасында ДНК-мен байланысатын ақуызды білдіреді. Ал 17,4% ген әртүрлі қызметтер атқарады екен. Енді эукариоттық реттелу бойынша тағы да мәтінмен танысып, топтық жұмыста талқылау жасап көрелік. Эукариоттағы геннің құрылымы, бұларда прокариоттарға қарағанда аперонның жоқ екенін көреміз. Әрбір ген тәуелді емес, транскриптоннан тұрады. Транскриптон ақпараттандырылмаған аймақтан, ақпараттандырылған аймақтан тұрады. Ақпараттандырылмаған аймақта промотор, инициатор, ген оператор болады. Ақпараттандырылмаған аймақта
құрылымдық ген болады. Құрылымдық ген интрон мен экзоннан тұрады. Транскриптон терминатор бөлігінен аяқталады. Ал эукариоттарда реттегіш элементтерді энхансер және сайлансер атқарады. Энхансер ДНК бөлігі геннің белсенділігін басқарады. Сайлансер нақты нуклеотидті ДНК тізбегі ген транскрипциясын бақылап отырады және арнайы әсер ететін факторларды күшейтіп және тежеп отыратын ген бөлігі екен. Транскрипция нәтижесінде ақпаратты РНК-ның түзілуін пісіп жетілмеген кезең деп, әрі оның құрамында интрон мен экзон болатындығын көріп отырсыздар. Пісіп жетілу кезеңін, яғни ақпараттандырылмаған бөлікті интронды қию деп атайды. Немесе процессинг деп атайды. Бұл процеске интронды қиюға рестриктаза ферменті қатысады. Экзондарды жапсыру немесе тігу процесін сплайсинг деп атайды. Ал бұл процесті экзондарды тігуге немесе жапсыруға лигаза ферменті қатысады. Эукариоттардағы гендер экспрессиясының реттелуі прокариоттарға қараған уақытта өте күрделі. Себебі неде деп ойлайсыздар, балалар? Жақсы, яғни прокариоттар, эукариоттар. Аттар айтып тұрғандай, эукариоттарда ядросы бар, прокариотта ядро жоқ. Эукариотты клеткада хромосомалар, мембраны құрылым ядрода болады екен. Эукариоттағы гендер экспрессиясының реттелуі оның ішінде прокариоттармен салыстырғанда өте күрделі процесс. Себебі эукариоттарда адам қабығының, ядро қабығының болуы, хромосома санының көп болуы, гендердің өзара әрекеттесуі, оператор генінің санының артуы, құрылымдық гендердің транскрипциясында индуктор ретінде гормондардың және жүйке жүйесінің қатысуы геннің жұмысының реттелуін күрделендіреді екен. Тақтада көрсетілген сызбаны естеріңізге сақтауларыңыз сұралады. Эукариоттар генінің құрылымы. Есімізге сақтадық па, балалар? Сызып жазып алуға болады дәптерімізге. Енді осы танысқан мәтін бойынша бірнеше топтық жұмыстар атқарамыз. Соның бірі кесте толтыру. Эукариоттағы геннің құрылымының транскриптон бөліктері екі аймақтан тұрады. Сол аймаққа кіретін гендерді жазыңыздар. Кесте толтырамыз, уақыт кетті. Бұл топтық жұмыс. Егер орындап болсақ, тапсырмамызды алмастырайық. Топтық жұмысты алмастыра отырып, кестенің жауабын салыстырыңыздар. Ақпараттандырылмаған аймаққа промотор, инициатор, ген оператор кіреді. Ақпараттандырылған аймаққа құрылымдық ген кіреді. Жауапты салыстырамыз. Топ жұмысын бағалайық. Өте жақсы. Эукариоттағы геннің құрылымын бейнебаянға назар аудара отырып жазып отырсақ, эукариот генінің құрылымына қажетті ақпаратты және терминдерді дәптерге түсіріп отырамыз. Эукариоттардағы гендердің жұмысының реттелу сызбасын Алғаш Георгиев 1972 жылы жасаған болатын. Регуляция принципі сақталады, алайда оның механизмі анағұрлым күрделі. Эукариоттардағы транскрипцияның бірлігі транскриптон деп аталады. Ол ақпараттық емес және ақпараттық аймақтан құралады. Ақпараттық емес аймақ промотордан басталады. Оның артынша оператор гендер орналасады. Оператор гендерден кейін орналасқан ақпараттық аймақ құрылымдық гендерден тұрады. Ол өз кезегінде экзон мен интроннан құралады. Транскриптон терминатормен аяқталады. Регулятор гендер транскриптонның жұмысын реттеп отырады. Ол репрессор нәруыздардың синтезделуі үшін ақпарат береді. Комплементарлы түрде көшірілген ақпараттық РНК процессинг процесіне қатысады. Бөлініп алынған экзондар лигаза ферменті көмегімен біріктіріледі. Осыдан кейін ақпараттық РНК ядродан шығып рибосомаға бағытталады. Эукариоттағы геннің құрылымы бейнебаянын
тамашалай отырып және қажетті ақпаратты жазып алған боларсыздар. Енді эукариотты геннің тарихына үңілсек. Эукариоттағы транскрипцияның реттелуін 1972 жылы Георгиев дамытқан екен. Енді толық ақпаратты алдық, балалар. Қазір тағы да топтық жұмыстар орындаймыз. Топтың бастапқы осыған дейінгі айтылған ережесін есімізге ұстаймыз. Сөйлемдегі көп нүктенің орнына қажетті сөздерді жазыңыздар. Сөйлемдер берілген және көп нүктелер қойылған. Мәтіннің соңында тірек сөздер enhancer, silencer, processing, splicing сөздері тұр. Осы сөздерді пайдалана отырып орындаймыз. Уақыт кетті. Тапсырманы орындап болсақ, топтық жұмысты алмастырамыз. Тапсырма жауабы. Эукариоттарда реттегіш элементтер enhancer және silencer. Enhancer ДНК бөлігі. Ал silencer нақты нуклеотидті ДНК тізбегі. Пісіп жетілетін кезең процессинг деп аталады. Бұған рестриктаза ферменті қатысады. Экзондарды жапсыру, тігу процесін сплайсинг дейді. Бұл процеске лигаза ферменті қатысады. Бір-бірімізді бағалаймыз. Өте жақсы. Енді эукариот генінің құрылымына тағы азғана үңіліп өтсек қалай қарайсыздар? Эукариот генінің құрылымы. Эукариоттарда аперон жоқ екені осыған дейін айтылған болатын. Тағы да естеріңізде ұстауларыңызды сұраймын. Транскрипциялық бірлік эукариоттарда транскриптон деп аталады. Транскриптон ақпараттандырылған аймақтан және ақпараттандырылмаған бөліктен тұрады. Ақпараттандырылмаған аймақта промотор, инициатор, геноператор орналасады, ал ақпараттандырылған аймақта құрылымдық ген болады. Enhancer, silencer әсерлері спецификалық өнімдер немесе эффекторларға тәуелді емес. Олар базалы элементтердің реттелуіне әсер етеді. Түсінікті ме балалар? Өте жақсы. Біз топтық жұмысты аяқтап болдық. Енді білімімізді қорытындылайтын уақыт жеткен сияқты. Қазір біз тапсырмаларды жеке түрде орындаймыз. Әркім өз орындарына отырады. Жеке жұмыс орындауға дайынсыздар ма? Жақсы. Олай болса, 1-ден 5-ке дейінгі сандар нені білдіреді? Сіздердің алдарыңызда сызба берілген, осы сызбаны түсіндіріп жазып өтсеңіздер. Уақыт кетті. Орындап болсақ, бір-бірімізбен, көршілерімізбен алмастырайық дәптерімізді. Бірінші сұрақтың жауабы. Ядродағы ДНК-да нәруыз молекуласын кодтайтын ген бар. Екінші, ақпаратты РНК түзілу үшін ген ақпараты көшіріледі. Үшінші тапсырмада АРНК-ның ізашары про-АРНК болып табылады. Төртінші, про-АРНК процессингке ілігеді, интрон соңғы ферменттерді аулақтатады. АРНК түзіледі. Бесінші, цитоплазмадағы рибосомада АРНК көшіріледі. Полипептид түзіледі. Егер дәл осында жауаптарыңыз болса, өздеріңізге жақсы баға қойып отыруға болады. Балалар, біздер эукариоттар және прокариоттар ген экспрессиясының реттелуі және олардың арасындағы айырмашылықтар, сонымен бірге олардың құрылымы туралы ақпаратпен таныс болдық. Енді эукариот және прокариот ген экспрессиясы реттелуінің арасындағы айырмашылыққа тоқталып өтсек.
прокариоттар, эукариоттар. Дәптерімізге кестені сызып алып отырамыз. Ішек таяқшасындағы құрылымдық геннің саны 4000. Ал эукариоттарда адамдағы құрылымдық ген саны 30 мыңға. Прокариоттарда ген құрылымының негізгі бөлігін аперон құрайды. Ал эукариоттарда ген құрылымының негізгі бөлігі кластер, яғни қайталанатын гендер құрайды. Прокариоттарда құрылымдық гендер тек кодталған бірізді тізбектерден тұрады. Эукариоттарда құрылымдық ген экзон мен интроннан, яғни мозаикалық гендерден тұрады. Жазып отырмыз ба, балалар? Келесі. Прокариоттар геннің көрінуі немесе экспрессиясының реттелуі негізінен транскрипция деңгейінде көрінеді. Бірнеше құрылымдық генге бір реттегіш ген болады. Эукариоттарда геннің көрінуі немесе экспрессиясының реттелуі түрлі әдістер арқылы қолданылады. Геннің экспрессиясына өте көп реттегіш гендер қатысады. Прокариоттарда құрылымдық геннің экспрессиясы үйлестіруші реттелу болып саналады. Принцип барлығы бар, не ештеңе жоқ. Эукариоттарда құрылымдық геннің экспрессиясы комбинативтік реттелу болып саналады. Прокариоттарда транскрипция деңгейінде жағымсыз немесе, яғни негативті бақылау басым болады. Ал эукариоттарда транскрипция деңгейінде жағымды бақылау басым болады. Геннің экспрессиясы геномның аз ғана бөлігі. Прокариоттарда рибонуклеин қышқылы полимераза промотормен тікелей байланысады. Ал эукариоттарда РНК полимераза транскрипциялық жүйемен тұрақты байланысады. Соңғы айырмашылық прокариоттарда полицистронды матрицалық РНК тез ыдырайды. Ал эукариоттарда матрицалық РНК өзінің тұрақты күйін ұзақ уақыт сақтайды. Балалар, прокариот және эукариот ген экспрессиясының реттелуі және олардың құрылысы арасындағы айырмашылық сіздерге түсінікті ме? Кестені сызып толтырып алдық па? Өте жақсы. Эукариот және прокариот ген экспрессиясының реттелуіндегі айырмашылық кестені толтыру бұл сіздерге үй тапсырмасы ретінде беріледі. Тақырыпты кестені сызып жазып аламыз. Мұнда белгілері ретінде геномның құрылысы, геном өлшемі, транскрипция және трансляцияның өтетін жері, геннің ұйымдасуы, транскрипцияның жағдайы көрсетілген. Прокариоттар мен эукариотта экспрессиясының реттелуінде геннің айырмашылық кестесін үйден толтырамыз. Сұрақтарыңыз бар ма, балалар? Жақсы. Тақырыптар бойынша прокариоттар және эукариоттар гендерінің құрылымы және олардың арасындағы айырмашылықты баса назарда ұстаған сияқтымыз. Және тақырып түйініне тоқталсақ, ата-анадан келесі ұрпаққа берілетін генетикалық ақпараттар ДНК-да сақталады. Тіршіліктің негізгі тірегі нәруыз молекуласы. Тірі жасушада әртүрлі құрылымды мыңдаған нәруыздар синтезделіп өтеді. Нәруыз жоқ жерде тіршілікте болмайды. Нәруыз биосинтезі жас организмде қарқынды жүреді. Оның дамуы мен өсуіне зор ықпалын тигізеді. Фридрих Энгельс бекерге айтпаған болар. Тіршілік дегеніміз нәруызды денелердің өмір сүру тәсілі. Тақырып түйінін қорытындыладық. Енді сабақ барысында қандай мақсат қойып едік? Естеріңізде ме? Сол мақсатқа біз жеттік пе? Геннен белгілерге дейінгі ұзақ жол не болды? Осы сөздің мағынасын ұқтық па?
Балалар, прокариот және эукариот ген экспрессиясының реттелуі геннен белгілерге дейінгі ұзақ жол қалай жүзеге асты? Өте жақсы. Геннен белгілерге дейінгі ұзақ жолда көптеген процестер жүзеге асатындығын танысып болдыңыздар. Прокариот және эукариот ген құрылымының арасында құрылымында да және олардың экспрессиясының реттелуінде де көп айырмашылықтар болатындығын білдіңіздер. Бұл тақырыпқа қатысты мақсатқа сәйкес өздеріңіздің сұрақтарыңыз бар ма? Олай болса, балалар, үйге тапсырма аламыз. Ұлпадағы нәруызбен салыстырғанда қан плазмасының нәруызы тез жаңарып отырады. Оның себебі неде? Өмірмен байланыстырып, дәлелді жауап беріңіздер. Және осыған дейінгі көрсетілген 61-ші беттегі тапсырманы мұқият орындауларыңыз сұралады. Егер тапсырманы орындасаңыздар, менің почтама жіберулеріңізді сұраймын. Тыңдағандарыңызға рахмет.